ит құрлы болмадым. Әзіл әңгіме. Тал түсте ыңылдап өлеңімді айтып көшеде келе жатыр едім. Алдымнан еңгезердей 4 жігіт шықты. Ағас, темекі бар ма? Темекі түгілі Насыбайды атпайым дедім. Қате ғой. Неге? Причем Насыбай? Болса берем ғой. Басы қатырмашы. Қазір бетіңді қаша қыламыз деді біреу жұдырығын түйіп. Қаша жемейім. Қатты сөйлеп қоясыз деп жағама жабыса кетті. 4 жігіт жерге жығып төмпештеп жатыр. Ешкім айырмайды. Өткен-кеткендер ұялы телефондарына түсіріп қызықтап тұр. Бар күшімді жиып түрегелдім. Бір кісі айғайлады. Неге тұрып кеттің? Мен мыналар тепкілеп жатқан жоқ па? Тым жақсы түсіріп Инстаграмға салам ба десем, бәрін құрттыңыз. Өзің оңбаған адам екенсің, обалың жоқ деді. Ой, не интересный бой деді бір бой жеткен қыз. Иттер төбелесін тамашалап тұрғандай сөйледі. Біреу таяқ жеп жатқанда қызықтап тұрғандарға таң қалдым. Таяқ тастам жерде әкімшілік ғимараты бой көтеріп тұр. Терезесінен әлдегімдер ауық-ауық сығалайды. Мұрным қанап қалды. Сүмірейіп үйге келдім. Полицияға арыздандым. Хабар болмады. Арада 10 күн өтті. Жерге жығылғанымды ұмыта бастадым. Бір күні аулада байлаулы тұрған итім қарғысынан босанып кетіпті. Дәл сол мен таяқ жеген жерде итімді сотқарлар соққыға жығыпты. Үйге полиция келді. Мына ит сіздікі ме? Иә, байлауынан шешіліп кетіпті. Итіңізге неге қарамайсыз? Тентектер аяусыз таяқпен ұрыпты. Қап, байқамай қалыппын дедім. Итке бақылау жасамағаныма айыппұл салды. Кешке теледидарды қосып қалсам, жаңалықтардан менің итімді көрсетіп жатыр. Бүгін сұмдық оқиға болды. Тал түсте жазықсыз ит таяқ жеді. Иесі қайда қарап отыр? Мұндай адамдарды жауапқа тарту керек деп қояды. Таңертең біреу телефон соқты. Сәлематсыз бе? Мен дүниежүзілік жануарлардың құқығын қорғау ұйымынан хабарласып тұрмын. Итіңізге немқұрайлы қарап, көңіл бөлмегеніңіз үшін халықаралық сотқа тартыласыз деді. Өткенде мен бұзақылардан зардап шеккенде ешкім іздеп келмеп еді. Итім ұрлы болмадым-ау. Түске таман үйге бір топ адам сау етіп жетіп келді. Менің итімнің тұрмыс тіршілігін тексеруге құрылған арнайы комиссия екен. Итке күніге қанша мезгіл тамақ бересіз? Бір рет. Өзіңіз 3 мезгіл ішем. Қатыгез екенсіз деді тексеруші. Аулада тұрған иттің үйшігіне барды. Итім ұрғаш еді, бауырында қыңсылап 8 күшігі жатыр. Ужас, мына ит көп балалы ғой деп біреуі баж ете қалды. Бала емес, күшік дедім. Сонда сіз 8 күшігі бар аналық итті бір үйшікке ұялмай қалай ұстап отырсыз? О бала емес пе? Жүрегіме қатты тиді. Енді 4 бөлмелі үйшік салып берейін бе? Өзім 5 баламмен 1 бөлмелі үйде тұрып жатырмын ғой. Онда тұрған не бар? Хайуан, бұл хайуан. Ит 7 қазынаның бірі. Сен кімсің деді толықша келген әйел дікілдеп. Бетімді тіліп салды. Осы иттің иесімін. Осындай дамыған заманда көп күшікті итке зәбір беру ақылға сыймайды. Сізді ит асырау құқығынан айырамыз деп комиссия әкімшілік хаттама толтырды. Көп ұзамай полиция келіп итімді күшіктермен алып кетті. Қазір қаланың ортасында бір крутойдың ауласында 5 бөлмелі үйшікте уақытша тұрып жатыр. Күшіктер бауырын көтергесін шетелдіктер алып кетеді екен. Дегенмен итімнің осыншама абыройына іштей қуандым. Нұрлыбек Жұбатхан, оқыған Қуат Ахметжанов.